Сәлеметсіз бе? Қаржылық қиындықтарға байланысты несиемді ұзақ уақыт бойы өтей алмадым. Маған мемлекеттен қандай да бір көмек бар ма? Иә, әрине. 2023 жылдың 3 наурызынан бастап Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң күшіне енді. Сонда мен өзімді банкрот деп жариялай алам ба? Егер банктер, микроқаржылық ұйымдар және коллекторлық агенттіктер алдындағы борышыңыз 5,5 миллион теңгеден аспаса, несиеңізді 12 ай бойы өтей алмаған болсаңыз және тіркелген мүлкіңіз жоқ болса, сіздің соттан тыс банкроттыққа өтініш беруге құқығыңыз бар. Ал егер қарызыңыз 5,5 миллион теңгеден асатын болса, сот арқылы банкроттық рәсімдеу көзделген. Бұл жағдайда несиені өтеу үшін борышкердің мүлкі сатылымға түседі. Егер борышкерде жосықсыздық белгілері болмаса, қарыздың қалған бөлігі есептен шығарылады. Ал банкроттық жариялау менің несие тарихыма әсер ете ме? Иә, банкрот деп жарияланғаннан кейін сіз 5 жыл ішінде несие ала алмайсыз. Қайта банкроттық рәсімдеу 7 жылдан кейін ғана мүмкін болады. Сондай-ақ 3 жыл бойы сіздің қаржылық жай-күйіңізге бақылау жүргізіледі. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін сіз төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдана аласыз. Яғни қарызды 5 жылға дейін бөліп төлеуге болады. Ол үшін тұрақты табыс болуы керек және қарыз сомасы борышкердің мүлкінің құнынан аспауы керек. Толық ақпаратты қайдан алуға болады? Толыққанды ақпаратты мемлекеттік кірістер комитетінің сайтынан және әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Сондай-ақ 872 82 601 201 601 276 нөмірлері бойынша Жетісу облыстық мемлекеттік кірістер департаментіне хабарласуға болады.